Тағдырларды талқандаған табыс түрі. Внутри порошкообразной консистенции серо-зеленого цвета. Естен айырған есірткінің зардабы. Видели? Понятые. Таблеткаға тәуелділердің өкініші. Я был лживым, я обманывал людей, всех своих родных. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі хабарымыз осы синтетикалық есірткі тақырыбына арналады. Алдымен студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Қош келдіңіздер. Әлия Қибатқызы, Нұр-Сұлтан қаласы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының полиция майоры. Сәлеметсіз бе? Нұрлан Тұрсынбеков, көмек центр психологиялық кеңес беру орталығының директоры, психолог. Тоқтар Болысов, Қазақстан жастар конгресінің атқарушы директоры. Сонымен қатар әнші Дос келіп отыр. Қош келдіңіздер. Әлия ханым, өзіңізден бастайық. Есірткі қылмысына қарсы басқармада қызмет етесіз 10 жылдан бері уақыт бойы. Биылғы жылдың басынан бастап қанша қылмыс тіркелді? Ең алдымен айта кететініміз, осы нашақорлыққа тәуелділік және есірткі затын пайдалану, оны тарату қазір тек біздің қалада, тек біздің республикада емес, бүкіл әлем бойынша бұл ең өзекті мәселе болып есептеледі. Бір өзекті мәселелердің бірі болып есептеледі. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы президентінің қаланы есірткіден тазарту саясатын іске асыруда біздің полиция департаменті қажетті іс-шаралар өткіземіз. Сондай-ақ бізге осы жұмыста тек біз ғана емес, қала әкімдігі көмек көрсетеді, және де қала әкімдігіне қарасты мемлекеттік органдар, сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдар атсалысып, барлығымыз біріккен жұмыс атқарамыз. Себебі олардың арасында қарапайым халықта бар, иә? Әрине. Себебі бұл проблема тек біздің ішкі істер органдарының проблемасы ғана емес, бұл бүкіл біздің мемлекетіміздің проблемасы болып есептеледі. Тек бірге болып, күш болып, атсалысып, бірге осы проблемамен күрес жүргізе аламыз деп мен есептеймін. Енді қылмысқа қатысты айтайықшы, нақты сандар бар ма? Жаңа біз эфир барысында, эфир басталмас бұрын айттыңыз, өршімесе, азаймаса, енді өршіп тұр бұл дедіңіз. Әрине, біз статистика жүргіземіз. Бұрынғы осы биыл есірткіге байланысты 130-ға жуық қылмыстық іс қозғалды. Жыл басынан бері, жыл басынан бері. Ал жалпы заңсыз есірткі айналымына байланысты құқық бұзушылық саны 615-ке жуық. Бұған есірткіні пайдалану және есірткіні сақтау немесе тасымалдау. Қылмыс деп сатуды, сақтауды, насихаттауды, жеткізуді, және тұтынуды қылмыс деп есептейміз. Себебі 2015 жылдан бастап қазір осы заңсыз есірткі заңсыз айналымына заңнама күшейтілді. 2015 жылға дейін есірткі затын қоғамдық орында тұтыну, немесе оны аз мөлшерде өзімен бірге сақтап жүру, бұл әкімшілік жауапкершілікке жататын. 2015 жылдан бастап, заңнаманың күшіне енгізілуінен бастап, бұл құқық бұзушылық емес, енді қылмыстық теріс іс-әрекет болып есептеледі. Және де бұл қылмысқа жатады. Санкциясын, яғни жаза түрін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі бойынша қарастырылды. Осы негізінде заңсыз есірткі айналымына қатысты қылмыс негізінде мына ауыр және аса ауыр қылмыс түрлеріне жатады. Ең максималдық санкция өмір бақи бас бостандығынан айыру, және сондай-ақ осы қылмыс түрлері заңсыз есірткі сатқаннан ақша түседі, пайда түседі, конфискация имущества дейді ғой, бүкіл мүлкінен тәркіленеді. Мысалы, бұрын қолма-қол сату болды, иә? Қазір заман дамыды, интернеттің заманы дейміз. Қазір интернет арқылы өте оңай бұл сауда-саттық жүріп жатыр. Сіздердің тараптарыңыздан бұны бақылау қандай деңгейде? Жалпы мүмкін бе оны? Қазіргі таңда осыдан бір 2-3 жылдан бері осы опиаттық және каннабистік топтық есірткі заттарының дефициті осы синтетикалық заттарды
сұраныс пайда болды. Оларды бізге Европа, Ресей Федерациясы және Қытай Халық Республикасынан әкеліп таратумен айналысады. Және де егер бұрын есірткі заттарын қолма-қол сатқан болса, қазір барлығы интернет арқылы. Интернет арқылы сатады. Мысалы, бәріміздің бала шағамыз интернетте отыр, өзімізде. Олардың арнайы белгілі бір сөздері бар ма? Қандай каналдан сатады? Мысалы, телеграм арқылы да сатады деп естиміз. Телеграм арқылы және де барлық осы әлеуметтік желілер арқылы сатылады. Әлеуметтік желіде, ең жақындарымыз, бауырларымыз отырады. Қалай басталады әңгіме жалпы? Олардың бір мүмкін жасырын жарнамасы бар шығар. Мысалы, осы наркодиллерлер дейміз, ол есірткі затын осы интернет арқылы сататын азаматтар. Олар не істейді? Олар, мысалы, біздің телефонға SMS арқылы хабарлама жібереді. Мысалы, саған 16 жас болса, егер де өзіңнің қаражатын болмаса, қаражат саған керек болса, бізге хабарлас, жұмасына, аптасына $3000 дейін ақша ұсынады. Қандай қызмет? Курьерлық ба? Курьерлық, Сен бір жерден алып, бір жерге апарып беру. Бір жерге апарасың, фотоотчет бізге жібересің, біз саған киви кошелекқа немесе электрондық бір ақша айналымға біз саған ақша жібереміз. Ол бала студент болуы мүмкін, оқушы болуы мүмкін. Ол жұмысқа барады, қосымша табыс көзін іздеп. Ол білмеуі де мүмкін, нені тасып жүргенін. Бірақ ол білмеу деген оны мүмкін емес. Әрине, заңнаманы білмеу, немесе мен оны білген жоқпын, ол қылмысты жасаған деген біз оны ешқандай неден, жауапкершіліктен босатпайды. Себебі қайталап өтейін, есірткі қылмысы ол аса ауыр және ауыр қылмыстар түрлеріне жатады. Жай ғана табыс көзін табамын деп, осындай бір ұрынып қалуы мүмкін. Қылмыстың алаяқтар өте көп. Осы жасөспірімдердің сеніп қалатынына қарап, осы неде көп кездесе ме қазір сіздің жұмыс барысыңызда сондай жастар нешеден басталады? Әрине, қазір жастарға 18-25 жас аралығындағы жастарға осындай жұмыс ұсынады. Жұмыс жасайды және өздері тұтынып та жүр. Солай ма? Кейбіреу тұтынады, кейбіреу тұтынбайды. Тек қана курьерлік жұмыс деп ойлайды. Әрине. Біздің студиямыздың төрінде көмек центр психологиялық кеңес беру орталығының директоры Нұрлан Тұрсынбеков мырза келіп отыр. Сіз біздің эфирге бір емес бірнеше рет келіп, жиі келіп, өзіңіздің пікіріңізді айтып отыратын спикерлеріміздің бірісіз. Жаңа Әлия ханым айтты, жыл басынан бері осынша қылмыс тіркелді. 130-дан астам дедіңіз, ал тәуелділер қанша? Жыл басынан бері көмек центрға көмек сұрап барған адамдардың санын білуге бола ма? Әрине, бүгінгі күні бұл синтетикалық есірткі мәселесі бір өзекті мәселе деген, ол бір жұмсақ айтқандай, бұны мамандар осымен күнделікті кездесіп отыратын, содан зардап шеккен адамдардың шағымын естіп отыратын мамандар бір ауыздан келісіп отыр. Бұл егерде салыстыратын болсақ, бір оружие массового поражения дейді. Яғни бүгінгі күні сізбен біз емес бұдан зардап шегіп жатқанда, біздің жас ұрпақ зардап шегіп жатыр. Сізбен біздің балдарымыз, біздің жастар зардап шегіп жатыр. Көмек центр орталығының статистикасына сүйенсек, жылдың басынан бері осы жарты жылдықта бізге синтетика арқылы 6000 шағым түсті. Соның ішінен бізге келіп, жетіп, бізден көмек сұраған адамдардың саны бір 2,5 мыңдай. Соның арасында ең осы күрделі дейтіндей, бір жүрекке тиіп кететіндей 14-13 жасар баланың ата-аналары. Соның ішінде қыз балдар да бар. 13 жаста есірткінің дәмін көрген балалар бар. 13 жаста ол жап-жас ағза, организм, ол тез тәуелді болмай ма? Әрине, бұл жерде синтетикалық есірткінің бір айрықша, былайынша айтсақ, зияны деп. Ол бір және 3 қабылдаудың арасында тәуелділік қалыптасады, тәуелділік. Өткендегі бағдарламада мен айтып өткен едім, мысалы, мынау
алкоголь мәселесінен адам бір 5 жыл 10 жылға дейін ішкен кезде ғана тәуелділік қалыптасады. Ал есірткіде жас ағзаға 3 рет дәм татып көрсе болды. Жаңа айтып жатсыз, 13-14 жас, Әлия ханым. Ол кімнің бақылауында? Қалайша балалар, сол 13-14 жастағы балаларға ол қолжетімді қазір сондай нәрселер? Ондай фактілер әрине қазір бар, оларды жоқ деп айтуға болмайды. Қазіргі жасөспірімдер ойлайды, есірткі тұтынатын наркоман деп ойлайды. Ол кім? Ол егілу арқылы қолына инені алып, тамырына салып, сол нашақор деп есептейді. Ал өзін ол нашақор деп есептемейді. Және де олар осы синтетикалық заттардың ағзаға қандай зиян екенінде көбі білмейді балалардың. Себебі синтетикалық заттардың бір қолданғаннан бастап тәуелділік болуы мүмкін. Былай айтады ғой, синтетика вызывает в 2 раза быстрее зависимость, чем от героина. То есть последствия очень страшные. 13-14 жастан басталды. Осы жыл басынан бері 2,5 мың адамды сіздердің орталық емдеуде қазір, Ал негізі есірткіден, нашақорлықтан айығу мүмкін бе? Қанша уақыт керек оған? Енді бұның емі негізі бұны бір процесс деп айтады. Бұл қысқа уақытта өкінішке орай бір нәтиже көрсетпейтін зат. Орта есеппен алғанда бұл жерде бір кезеңдер болады. Ремиссия дейді, Ремиссия, яғни негізі ол әлемдік денсаулық сақтау ұйымының енгізілген бір үкімі бойынша негізі наркомания, тәуелділік ауру ретінде бұл созылмалы ауру ғой. Яғни ол аурудың өзі ешқайда кетпейді, бойында қалады. Бірақ оның емделуі сол ремиссияға жатады, өмірлік ремиссия. Ал ремиссия 10 жылға созылуы мүмкін, 10 жылдан кейін қайта бастап кетуі әбден мүмкін, Түсінікті, рахмет. Ол алғаш рет 14 жасында есірткіге елітті, сол күннен түтінге, кейін таблеткаға, тәуелдіге айналды. Құмарын қандыру үшін қандай қателіктер жасағанын жарнамадан кейін өз айтып береді. Астана телеарнасының тікелей эфирінде айтарым бар. Біз жалғастырамыз. Жарнамаға дейін айтқан кейіпкеріміз жайлы бейнематериалды көріп алсақ. Впервые я попробовал наркотики, когда мне было 14 лет. Это были легкие наркотики. Ну, как я тогда считал. Теперь я понимаю, что все наркотики, и неважно, они легкие, тяжелые. Это было в компании друзей, в алкогольном опьянении. Вот так все началось, да? Да, с этого все началось. Я был неадекватен полностью. Я не понимал вообще, что происходит в моей жизни. Я был на самом дне. Я даже боялся зайти в собственную квартиру. По этой причине я спал у себя в машине. Я был лживым, я обманывал людей, я обманывал всех своих родных. Для меня не было важно, друг это, близкие, родственники. Я искал выгоду только для себя. Я хотел только употреблять. В 14 лет, употребляя наркотики, я хотел быть крутым. За все это время я попробовал, наверное, все виды наркотиков, которые есть. И закончилось это все синтетикой. Біз тікелей эфирдеміз, құрметті көрермен. Дамир, спасибо, что согласились. Это очень большая смелость. В 14 лет. Вы тогда учились в 7 классе или 8? Нет, это был уже 9 класс. 9 класс? Да. Кто вам предложил попробовать первый раз? Друзья, знакомые? Да, это были друзья, знакомые. Я каждое лето ездил за границу. И там мне предложили попробовать. И я не отказался. Да. Он, получается, употреблял уже давно, наверное, да? Нет, мы все тогда пробовали просто впервые. Вот.
И после этого вы стали все чаще и чаще искать. После этого я начал употреблять больше алкоголя. И со временем это перешло уже в наркотическую зависимость. В 9 классе вы стали больше употреблять алкоголя, потом находили источники, да? Да. Чтобы употребить эти наркотические вещества. И так 18 лет. Итак, 18 прошло. лет, да. Я на систематической основе начал употреблять марихуану. Это для меня стало нормой жизни. Я утром просыпался, чтобы употребить, покурить. И точно так же засыпал. Я думал, что это мне помогает уснуть. Такого рода. Вы учились? Вы работали? Да, я учился. Причем я учился успешно. Закончил за границей университет. Родители знали о вашей зависимости? Да, родители знали, это уже чуть позже узнали об этом, когда моя супруга об этом сообщила. Во все это время вам удавалось, да, скрывать? Да, мне удавалось это умело скрывать. Причем, даже когда они узнали об этом, я начал говорить о том, что курить марихуану это нормально, весь мир курит, оно растет из земли, я же не пью. Я же веду себя нормально, адекватно. Но родители не хотели верить в то, что я наркоман. Они отрицали это полностью. Даже моя мама пыталась доказать моей супруге, что пусть курит, главное не пьет, проблем не создает. Вот. До определенного момента, пока я не попробовал впервые синтетические наркотики. Это был мефедрон и скорость. Вот. Причем я это попробовал впервые 7 лет назад, когда они только начали появляться в Казахстане. И как вы находили их? Существует множество сайтов, интернет-сайтов, да, на которых это все продается в свободном доступе. Причем доставляют курьеры, да? Доставляют курьеры, да, закладчики, они Никаких это трудностей. закладывают по городу. Вот. Схема налаженная, люди могут легко приобретать наркотики. За 18 лет вы ни разу не думали? Нужно пойти лечиться, нужно остановиться, так не пойдет. Я об этом начал задумываться только после активного употребления синтетических наркотиков. Жизнь начала разрушаться. Моя супруга со мной развелась. Дети у вас есть? Да, у меня 3 детей, 3 сына. Вот. Жизнь пошла под откос. Я уволился с работы, уже не мог ни работать, ничего делать. Общался только с действующими наркоманами. Находили новых друзей, да? Подсаживали их, говорили, давай попробуй один раз, и вас становилось все больше и больше. Но, знаете, я вам скажу так, что их даже находить не надо. Они все время появляются. И та фаза, когда люди друг другу говорят, попробуй один раз, тебе понравится, уже ее как таковой нет. Большая часть молодежи, нынешней нашей сейчас, уже, к сожалению, попробовали эти наркотики. Очень много людей. Очень много. Среди моих знакомых, будь даже успешные люди, они все равно пробуют и употребляют эти наркотики. Вот 18 лет вы потеряли в зависимости, да? А за ваших детей вы сами боитесь? У вас 3 сына, да? Есть у меня страх определенный, но меня научила одна вещь, это программа, после которой я прошел реабилитацию. Сколько времени вам понадобилось, чтобы восстановиться, чтобы дойти до ремиссии? 8 месяцев. И это минимальный срок для солевых наркоманов.
Алия ханым, 14 жасында дәмін көрген, одан кейін 18 жыл тәуелділікпен күрескен Дамир секілді азаматтар өте көп. Сонда 18 жыл уақыт аралығында бұларды ұстау, бақылауда болу мүмкін болмады ма? Біз заңсыз есірткі айналыммен айналысатын тұлғаларды ұстаймыз. Бұл тәуелді азаматтарға есірткіні кім сатады, сол азаматтарды ұстаумен біз солай айналысамыз. Жаңа Дамир айтып жатыр, өте көп сайт, өте қолжетімді және оңай деп. Ең басынан айтып кететінім, біздің кейіпкерге жеңіл немесе ауыр түрлі есірткі заты жоқ. Есірткі ол оқ сияқты. Оқ қандай болады? Басы дөңгелек болады, басы үшкір болады, бірақ ағзаға тиген кезде неге әкеледі? Өлімге әкеледі. Және де айта кететінім, шынымен бұндай сайттар бар. Бізге осы азаматтардан, біздің қала тұрғындарынан, немесе қала қонақтарынан күн сайын 2-3 осындай хабар келеді. Осындай жерде сайт бар. Мысалы, қазір байқап отырсаңыздар, жер төлелерде, мысалы, гараждарда, подъездердің қастарында мынандай граффити суреттер салып кетеді. Немесе наклейкалар, трафарет болсын, маркер болсын. Бұл өздерінің арасындағы түсінісу үшін сөздер, я? Мінекей мыналар, я? Это все граффити, это ссылки на сайты, где рекламируют и распространяют синтетические наркотики. Ежедневно к нам поступает такая информация, на которую мы незамедлительно реагируем. То есть выезжаем, проводим все необходимые законом меры оперативно-розыскного характера, профилактического характера. То есть выявляя эти сайты, мы направляем их на блокировку и дальше начинаем работать. Енді қылмыстық ошақтарға күнде барып тұрамыз дейсіз? Әрине, күнде барып тұрамыз. Мыналарды мүмкін бе жалпы жаздырмауға, салдырмауға, бірін сүртсең, бірі жазылып тұрады, иә? Әрине. Бұған бізде қоғамдық органдар бар ғой, солар бізге көп атсалысып көмектеседі. Олар бұндай сайттарды анықтайды, өздері бізге олар туралы ақпарат жолдайды. Ал біз анықтағаннан кейін ары қарай жұмыс қалай атқарылады? Бізге жолдайды. Біз оны құзырлы органдарға бұл сайттарды блокировкаға жібереміз, оларды жабуға жібереміз. Ары қарай біз бұл сайттармен жұмыс істеп, жедел іздестіру ашқан иелерін табу мүмкін бе? Әрине, жедел іздестіру шараларын жүргізгеннен кейін, ондай, мысалы, қазір 2020 жылдың шілдесінен бастап қазір осы жаңа бап енгізілді. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексіне 299 бабы. Бұрын, егер біз осы граффити суреттерді салған азаматтарды тек әкімшілік жауапкершілікке тартсақ, ол қаланы несін бұзды деп солайды, әкімшілік жауапкершілікке сәулетін бұзды деп. Ал қазір бұл үшін қылмыстық жауапкершілік ол 3 жылдан 6 жылға шейін бас бостандығынан айыру. Осындай заңнамаға күшті енгізілер енгізілді. Сіз жаңа айттыңыз, әлеуметтік желі біздің бақылауымызда дедіңіз. Бірақ біз күнделікті мониторинг өткіземіз. Проблема бар, мен проблема жоқ деп айта алмаймын. Проблема қандай? Мысалы, ол аккаунт, осы сайтты жасап отырған адам, ол может находиться не у нас в городе даже, не у нас в республике. Он может находиться в другом городе, либо вообще в другой республике. Бірақ олармен де біз жұмыс жүргіземіз. Жаңа айтып жалпы осындай сайттар, жарнама бойынша осындай сұрақтар бар деп. Расында да әріптесім айта кеткендей, көп сатушылар олар шетелде тұрады. Олар Қазақстанда тұрмайды. Оны табу үшін бірнеше ай керек. Ол өзгеріп, ол басқа мемлекетте ауыстырып нөмірлерін ауыстыра салады олар тез арада. Осы сұрақты шешу үшін тек қана полиция қызметкерлеріне қалдырмай, бүкіл ел болып соны шешу керек. Біз қарайтын болсаңыздар, бүгін Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласына қарайтын болсақ, әрбір тұрғынның міндетті түрде немесе досы, немесе танысы наркоман. Бүгінгі күні. Оны сіздер білмейсіздер. Мына кейіпкер айтып жатыр ғой, әке шешем білмейді деп. Расында да көп жылдар бойы олар жалған ақпарат болады, олар білмейді осындай жағдайда. Және де шешесі айтқан, тоқтай тұр, әйеліне андай қиын жағдай емес. Ол созависимость, әріптесім айтып, оны біледі міндетті түрде. Көп адамдар өзі созависим. Бізде негізі Қазақстанда бір үлкен мәселе бар, психологиялық мәселе бар да. Оны осы сұрақты шешу үшін ең алдымен психологиялық жүйені дұрыстау керек. Мектептерде, университеттерде, бізде қазіргі таңда мектептер мен университеттерде жақсы психологтар өте аз. Неге десең, себебі білім алу деңгейі өте төмен, екіншіден олардың айлықтары өте төмен. Сол екі нәрсені біз көтеріп, кәдімгідей мемлекет деңгейде көтеріп соны шешсек, онда наркомандардың саны да азаяды, біріншіден. Екіншіден, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Сол үшін бәріміз бірлесе бүкіл ел болып
тек қана полиция қызметкерлеріне ғана осы сендер осы жұмыстарды шешіңдер, біз арасында сендерге хабар беріп тұрамыз. Тіпті өзіңіздің үйіңіздің қабырғасында да осындай граффитиді көріп қалсаңыз өшіріңіз, болмаса байланысқа шығыңыз. Қаланың ортасында бүгін қарайтын болсаңыз, закладчиктер дейді ғой, закладчиктер жүреді өзі тастап андай неше түрлі мынандай. Соны көрген кезде хабарласып полиция қызметкеріне айтып, фотоға түсіріп полицияға хабарласып осындайды көрдім деп, соған участковый полицияны жіберген кезде киімін жатқа біліп, соны ұстап аладылар. Сондай жағдайды жасау керекпіз. Бәріміз бірлесе. Егер ол болмаса, полиция қанша адамсыздар енді сол басқармада? 30 адам. 30 адам бір қалаға жетпейді. Қала бойынша мыңдаған закладчиктер жүреді. Мыңдаған закладчиктер. Бүгінгі күні айтасыздар 18 бен 35 арасындағы закладчиктер дейміз, олай емес. Мысалы, мен өзім қаншама осы біз жарты жыл бастадық, осы есірткісіз болашақ деген қордың жұмысын бастап жатырмыз. Алла бұйыртса, соның жоспарын жасадық, эксперттерді шақырдық, енді қыркүйек айынан бастап үлкен жұмыс жасақ деп жатырмыз. Сонда қаншама кездесу өткіздік, қаншама скрин көрдік. Жастарға 14-15 жастағы жасөспірімдерге телеграмдарына жазады. Саған айына аптасына $1000 керек па деп. Әрине де экономикалық жағдай бізде мысалы ауылдан келген жас үшін, өзінің оқуын төлей алмай жүрген жас үшін ол өте жақсы ұсыныс. Ол соны қолдап, соған барып кетеді. Ол біледі наркотик тасып жүрген, білмейді емес, біледі ол наркотик тасып жүрген. Бірақ жолым болады, ұсталмаймын, бұлай. Бірақ та барлықтар біледі, 2-3-4 ай ол жас істейді, жасөспірім 2-3-4 ай істейді, оны полиция қызметкерлеріне өздері сатып жібереді. Себебі өтірік емес, полиция қызметкерлерінің де арасында өзінің адамдар бар. Әрбір қалада. Дәл осы жерде әлеуметтік желі арқылы бізге келген бейне жазба бар. Қазір экранға назар салып, бәріміз көріп алсақ. Қақ ортасында қажетті жерден алып кету үшін есірткіні, жаңа синтетикалық заттарды осылай салып кетті. Байланысқа шығып айтады, осы жерде жатыр деп. Соны сыртынан қала тұрғыны түсіріп алып бізге жіберіп отыр. Сондай жағдай. Жақында ғана менің бір әріптесім Бәйтеректің қасында Северный Сяйн деген бар ғой тұрғын үй. Соның дәл қасында жүр. Қаншама сергек бар, қаншама камера бар, содан қорықпай, дәл соның қасында закладчиктерді көріп, екі закладчикті соны полиция қызметкерлеріне хабарласып 5 минутта ұстап алған соларды. Ол менің әріптесім. Осы жақында бір апта бұрын ғана осындай жағдай болған. Ол бүгін расында да оны біздің жалпы халық түсінбейді қандай жағдай екен. Қандай мәселе ауыр. Бәрі ойлайды, осы бір кейіпкер ғана бар, болды, басқа наркоман емес деп. Қайдағы бүгінгі таңда жастардың, мысалы, түнгі клубқа барыңызшы, 100 адам болса, соның 40-50-і осы синтетикалық наркотиктен немесе каннабис, марихуананы шегіп алғандар. Қарайтын болсаңыз. Расында да түнгі клубтардың өзінде соны сатады. Түнгі клубтардың өзінде сатады. Рахмет пікірлеріңізге. Біз ары қарай жалғастырамыз, құрметті көрермен. Синтетикалық есірткі бір сәттік ләззат сыйлауы мүмкін, алайда мәңгілік өкінішке әкелетін анық. Зар жылаған ана, жесір әйел мен жетім баланың өкініші жайлы жарнамадан кейін айтамыз. Айыптылар жаза арқалағанымен есірткіге есі кеткен жастарды құмарының қақпанынан шығару қиын. Миды мүгедек етіп, сау адамды науқас қылатын есірткінің түр-түрін шегіп, еліргендердің ессіз әрекеті әлеуметтік желіде өріп жүр. Мамандардың айтуынша есірткі ең бірінші адамның бауырына, кейін жүйке жүйесі мен қан тамырларының қысылуына әкеледі. Ағзадағы бұл өзгерістер көп ұзамай-ақ жүрек соғысын тоқтатады. Міне, синтетикалық есірткінің түбі өлім, бұл тақырып зерттеген сайын қорқынышты бола түсті. Себебі Нұр-Сұлтан қаласынан есірткінің зардабы жайлы түсіндіріп беретін нарколог маман іздедік, алайда қазақ тілді ақпарат бере алатын нарколог қала бойынша бірнешеу ғана екен, ал олар эфирге қатысқысы келмейді. Біздің студиямыздың төрінде сахнаның жұлдызы, әнші Дос Мырза келіп отыр. Сендерді бәрі десейші? Жоқ, бәрі деп айтпаймыз. Негізі бағдарламаны... Шоу бизнес, той бизнесінің ортасында жүргенде... Бағдарламаны басынан аяқ тыңдап отырмын бұл сіздерді. Қарасым, расымен де өте қорқынышты, бір өте өзекті мәселе. Біздер енді білмегеннен кейін, сырт көзден көргеннен кейін ойлаймыз бір проблема емес шығар деп. Қазір қарап отырсақ, барған сайын өте үлкен проблема. Бұл проблеманың білмеймін енді бір шешімі бола ма, болмай ма? Өйткені екі бірінің киноны көрген кезде де
наркобарон болады, басқа деген сияқты киноларды көріп жатамыз. Это бізге жат нәрсе сияқты да. А бірақ жаңағы синтетика жаңағы өте қорқынышты. Бізде де енді әріптестеріміз бар шығар, бірақ мен былай қолынан ұстап алып ондай болған жоқ та. Жаңағы неге шегесің ше, неге жаңағы жұтасың деген сияқты ше. Бірақ дегенмен ұстамасаңыз да көресіз ғой. Жоқ, мен енді көрдім деп былай айта алмаймын. Мысалы, көрдім, үйттім деп айта алмаймын. Өйткені мен подросток жаңа айтып жатырмыз ғой, жас өспірім кезімде темекі шектім. Оны мойындаймын. Жаңағы наша деп айтып жатамыз ғой, оны шектім. Оны мойындаймын. Көрдіңіз бе? Көрдім, дәмін көрдім. Ұнамады. Одан кейін ішімдікті іштік. Оны ақ болып жаңағы отырмайшы осы жерде бар ғой, шыны керек та. Оны барлығымыз іштік, көрдік. Бірақ дегенмен де мүмкін мен уақытысында қойған шығармын деп ойлаймын. Жаңағы наша деп айтайық, шөп деп айтайық, енді жалпыға түсінікті болу үшін. Бір рет шеккенімде маған бір анандай не болды, қараңғы, еш нәрсе қызық емес. Сосын екінші рет тағы бір вечерге бардық бір ауылға. Ол кезде біздің кезімізде енді интернет ешнәрсе жоқ қой. Ол жерде де бір көрген кезде, шегіп көрген кезде тоже солай. Жұрттар күліп жатады, а маған мен жыным келіп отыр да. Неге мыналар күліп отырады деп. Сонымен бір енді сол кезде класстас па есімде жоқ та, келді да, сен шекпей қой, сен анандай не ғой, думкаға кетіп қаласың деген сияқты. Өздерінің бір нелер болды. Болды. Одан кейін оның былай стапта көрмегенмін, түрінде көрмегенмін. Мен айтайын дегенім, жаңағы бұл жерде зардап шегетін барлық жасөспірімдер да. Мүмкін сол кезде мен бір 17-16-да болған шығармын, 18 кезінде болған шығармын. Бірақ енді бұның бір шешімі болады, бар деп те айта алмаймын. Өйткені енді жаңағы неше түрлі видео көріп жатырмыз. Қаншама жаңа өзіңде айтып отырсың, қаншама сергектің, қанша камера. Осы біз бір линиядан өтіп кетсек, штраф келеді ғой, пәленбай штраф келеді да, неге сондай заттарға бір мән бермейді да, мысалы, ол үлкен проблема. Жарайды, штрафты төлей саласың, 5 мың, 10 мың. А бірақ сондай біреуге тығып кетіп, оны жасап жатқанын көрмей қалады да, қаншама сергек болады. Егер қала көшелерінде сондай бір закладчиктерді көрсеңіз, енді әрекетіңіз қандай болады? Мен міндетті түрде, мен білмеймін, мен қазір бар ғой, біз полиция қызметкерлері отыр ғой, бұл кісілерге де сенбейсің, шыны керек. Мысалы, бір қиын кезде болды, бір төбелес болды үйдің алдында. Хабарласам келмейді. Щас деді. Амал жоқ, бардым, жігіттер қойсаңдаршы деп. Өйткені атысқа дейін кетті. Сөзің ашығы керек та. Білмеймін, қалай нететін. Машинамды көз алдымда ұрлап кеткен болды. 112-ге хабарластым. Болды, өзіміз барып ұстап алдық та, мысалға. Сондықтан да білмеймін, қандай неге звондайтынды. Жаңа сіз айтып отырсыз, қазақ тілінен беретін ақпараттар аз деп. Бір неге қоңырау соққан кезде мен міндетті түрде қазақша айтамын. Өйткені айтамын, мен орысша сөйлей алмаймын деймін. Қазақша. Сондықтан да мен білмеймін, бұл жағында өте дамыту керек деп ойлаймын. Жаңағы міндетті түрде бір номерді қалдыру керек. Міне, осыған хабарласу керек. Жаңағы мен енді көрдім. Мен көрген бір-екі жерде көрдім, жаңағы трафаретпен жазғандарды көрген мен. Бірақ не салып жатқанын түсінген жоқ. Жоқ, көргенде сол бейнен суретті көрдім да. Ойладым, біреудің бір несі шығар деп. Қазір енді есіме түсіп жатыр. Гараждарды көргем, подъездердің қастарында көргем, неше түрлі қызыл неме. Демек, сонда есірткі неше түрлі наркология заттарды сататын каналдың сілтемелері, бір сөзбен айтқанда. Соны кір. Бүгін сен ол телеграм каналды тауып аласың, олар соны жоятта 2 минуттан кейін басқасын ашады. Солай кешіріңіздер да, мысалға ше, бізге неше түрлі ақпараттар жазып жатады. Сен сорлы, сен бейшара, яғни сені бүйттің, сүйттің. Сол адамға кіріп, мысалға да, любой хакерға таба алмай қаласың. Соларда жай таба алмай жатқан кезде, мысалға, бізде бір ақпарат шықты. Кім саған жаман сөз айтады, егер сені нетеді, осыған хабарласыңыздар, сіздердің міндетті түрде оны соттың жаңағы жауапкершілікке соларды ұстай алмай жатқан кезде, мынандай жағдайда мыналарды қалай ұстайды деп ойлаймын. Тоқтар мырза, жастармен тікелей жұмыс жасайсыздар. Сіздердің үгіт насихат қандай? Ең бастысы менің ойымша, қанша ақылдасты, қаншама эксперттермен кездестім, қанша осы синтетикалық наркотиктерді қолданатын адамдармен де сөйлестім. Қанша сөйлесең де, андай емделіп шыққан адамдар өте пайыз, өте аз. 100%-дан 1% болсын. Максимум 1%. 100%-дан 1%. Намир секілді, мінекей, сондай орталықта қызмет көрсететін Нұрлан мырза отыр. Ремиссия дейміз ғой, 10 жыл, 20 жыл болмайды. 20 жылдан қайтадан бастауы мүмкін анау. Оны түсіну керек. Сол үшін, әрине полиция қызметкерлері жұмыс жасау керек, орталықтар жұмыс жасау керек.
бірақ ең бастысы психологтар жұмыс жасау керек. Біріншіден мектептер мен университетте, екіншіден ақпараттық жұмыс жүргізілу керек. Екі тілде де, қазақша, орысша. Себебі бүгін қарайтын болсаңыз, қандай ғана акция өтеді бізде мектептерде, ары кетсе мынау жаман дейді да болды, сонымен қойды. Немесе сынып бір классный час өтеді да болды. Мына осы бағдарламаны жастар қазір қараса, мысалы сізде жаңа айттыңыз ғой, келіп тыңдадында бір ойым өзгеріп кетті деп. Сондай кездесулер көбірек өткізсек, өңірлерде, мектептерде, университеттерде осыны көрсетіп, осындай жағдай болып жатыр деп айтсақ, себебі қалай ойлайды көбісі? Бір рет қана көрем, достармен болды, сонымен қоямын деп. Жарайды, бір жылдан кейін тағы да бір рет көрем деп, 2 жылдан кейін наркоман болып кетеді. Бірақ ең бастысы, білесіздер, сол адамдар мен наркоман деп менсінбейді. Айтпайды, мойындамайды. Мен аптасына бір рет қолданамын, бірақ мен тоқтауым бар дейді да. Тоқтауы бар болса тоқтамай ма? Ең басты мен сұрағым, тоқтауым бар болса неге тоқтамайсың деп айтамын. Және жақындары тума-туыс ағайындардың да бұл тәуелді екенін біле тұра деп, ол бір сұрақ. Жаңа видеоны көріп жатырмыз, ойлаймыз наркомандар тек қана осылай дірілдеп қояды немесе билеп қояды деп. Жоқ. Арамызда, далада жүрген, қарапайым өзіміз сияқты наркомандар өте көп. Және мына нәрсені айту керек, сол дүниені таппайынша, ол қылмысқа да барады. Ол аффект состояниесінде болғанда адам өлтіруі де мүмкін, ұрлықты да жасайды, өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін. Мен бір рет естігем, өзім алдым болды. Ол бейшара 500 теңгеге өлтіріп кетті. 500 теңгеге бола қол жұмсады. Өлтіріп кетті деді. Неге, оказывается, жаңағы нелер екен деп, жаңағы бомждар екен деп. Мен, міне, шынымды айтайын, барынша, мысалы, ақша сұрап келеді ғой. Берем. 100 теңге болсын берем, 200 теңге болсын берем. 1000 теңге болса да, 500 теңге де болсын. Мүмкін мен біреудің несін алып қалып жатқан шығармын деп ойлаймын да, өйткені жаңағы айтып жатыр, жарайды, ішетін адам, наркоман, синтетика қабылдайтын адам, ол барлығына барады да. Көрдіңіз бе? Кеше ғана бір мәселені айтайын, мысалы бір мысалды айтайын. Кеше бір әріптесім маған деді, күні кеше ғана айтады, менің бір сыныптасым болған қыз бала 7 жыл бойы араласамыз дейді, бірақ соңғы 1-2 жылда естігем осындай синтетикалық наркотикқа жақын болған деп. Сол маған звондайды, маған 2000 теңге бере тұршы деді. 2000 теңге бере тұршы. Жоқ, мен естігем, саған осы үшін бермеймін. Берші деп 5 минуттан кейін 5 минуттай сөйлестік, не үшін саған сондай төсектес болайық дейді. 2000 теңгеге. Төсекке жатайық 2000 теңгеге. Сондайға дейін барады. Ол бас жұмыс істемейді барады. Олар адам өлтіруге барады, ұрлауға барады, өтірік айтуға барады. Расында да. Бірақ түсіну керек, ол адам жаман емес. Ол адамның ішінде 2 личность дейді ғой, сонда 2 личность бар. Біреуі сіздің досыңыз, бауырыңыз, балаңыз, жақсы адам. Екіншісі наркоман. Соны түсіну керек, субличность. Сонда сөйлескен кезде біз мына адамды аяп, мына адамды қолдап жатырмыз ғой. Енді бұл кісілер емделу үшін бірінші қабылдау керек өздерінің нашақор екенін. Бірінші қабылдау, екіншіден сіз соны білсеңіз, қорықпай барып орталықтарға жабу керек. Орталыққа емделу үшін де қаражат керек. Біздің мемлекетімізде оларды тегін ешкім емдемейді, солай емес пе? Міне, Нұрлан мырза, сіздердің көмек центрда бір тәулігіне осы тәуелділіктен арылту үшін бала шағасын, бауырларын әкеледі, қанша төлейді? Енді бүгінгі күнге бізде орташа баға, сол бағанағы сөзге шығын, бюджет бәрі есептелген, есеп кітап бойынша сол 11500 теңге. 11500. 8 ай. Вы лечились 8 месяцев. Бір күнге ма? Основе. Бір күнге? Разрешение. Оплачивали мои родители? Ваши родители. Да. Там была огромная сумма, да? Но если 8 месяцев лечиться. Есть же городское учреждение, как центр наркологии в нашем городе. Я не верю этому лечению. 8 айлап жылдап Қараңыз, бұл жерде бір айтып өтетін зат бар. Қараңыз, біріншіден ол 8 айдың өзі ондай баға емес. Бұл жерде базовый негізгі реабилитация бар, оңалту орталығы. Ол жерде адам 3 ай, 4 ай жатады. Кейін ары қарай шыққаннан кейін әрине ондай баға төленбейді. Себебі біз ары қарай біздің фонд арқылы адамды қолдап жүреміз. Қазір көп көрермендердің үміт оты оянды. Мына менің 10 жыл бойы нашақор болып жүрген баламды емдетуге болады. Маскүнемдіктен, нашақорлықтан, азартный ойындардан дейді, құмар ойындардан. Құмар ойындар ол өте көп. Айтыңызшы, осынша қаражатқа емдегеннен кейін кепілдігі бар ма оның емделіп шығуына? Енді біріншіден созылмалы ауруға қалай біз кепілдік береміз? Оны бұлайынша айтқанда жауапкершілігі бар. Мекеме болсын, жауапкершілігі бар бір маман болсын, ондай мекеме кепіл бермейді. Гарантия жоқ. Бірақ оның жолдары бар. Қалай сол өмірлік ремиссияны созып, қалай соған қауіп
нелерін азайтып. Ремиссия деген жаңағы сәттен алып шығу, я, бір сәтке. Дамир, вы сейчас находитесь в состоянии ремиссии. Сколько времени? 2 год. Второй год. У вас есть страх, что вы можете начать через там несколько лет или там какое-то время? Знаете, меня в центре научили, ну, так как я зависимый человек, я не отрицаю, что возможен срыв, возможны какие-то, ну, мое употребление, да. И вот я много раз обращался вообще в нашу наркологию городскую, да. Ко мне там относились как к наркоману, не как к человеку, которому нужна помощь. Вот, и... А когда вы лечились на платной основе, то как к человеку? Как к человеку, да, работали? Там понимание было, да, в чем проблема и как это решать. Причем, ну, это профессиональная помощь. Спасибо большое. Алия ханым, бүгінгі хабардың 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні дейікші, не айтар едіңіз? Бұл сіздердің қызметтегі 30 адам мыңдаған телеграм каналмен, мыңдаған наркодилерлермен күресе алмасы анық, иә, күні бойы. Қоғам болып көмектесіңіз дейсіз. Не істеу керек? Бізде барлық өзіміздің жарнамаларымызда және өзіміздің әлеуметтік желілерімізде, Инстаграм болсын, Фейсбук болсын, өзіміздің сенім телефондарымызды көрсетеміз. Ол телефондарды мен сізге міндетті түрде қалдырамын. Және мен қала бойынша, біз тек қала бойынша ғана жауап береміз. Осы заңсыз есірткі айналымына қарсы іс-қимыл бойынша осы қалада не болып жатыр. Менің ұялы телефоным, мен модератор болып есептелемін, барлық осы ақпарат маған келіп түседі. Мен өз алдыма ол жерге учаскелік полиция инспекторын жіберем ба, немесе видео бақылау? Да, бейне бақылау бойынша қандай іс-шара қолданылатынымызды мен соған қарап өзім жолдаймын. Сондықтан өзімнің ұялы телефонында осы жерде қалдырамын. Қараңыз, байланысу үшін дәл қазірде сіздермен 71 63 93. Ол біздің сенім телефондарымыз. 71 63 93. Ол жерде мен, немесе менің бастығым. Ал түнгі уақытта ол гудок арқылы сол жерге қалтырасыздар. Мен таңертең ең басты менің мақсатым жұмысқа келемін де сол сенің телефонын тексеремін. Сондай-ақ айта кететінім, біз тек заңсыз есірткі қылмысымен ғана күрес емес, біздің жұмыс профилактикалық іс-шараларды жүргіземіз. Біз 30-ға жуық мемлекеттік емес ұйымдармен жұмыс істейміз. Ол біздің бұл жердегі мақсатымыз жас өспірімдерге альтернатива деді ғой. Басқа жолын көрсету, салауатты өмір салтын қалай өмір сүру, спортпен айналысу, туристік іс-шаралар өте көп. Қазіргі пандемия, қазіргі онлайн білім беру бұл мәселені ушықтырды деп айта аламыз ба? Ол туралы түкте де айта алмаймын, бірақ мен айта аламын, что біз осындай профилактикалық нашақорлыққа қарсы іс-шараларды әрдайым өткіземіз. Тек биыл ғана 200-ге жуық іс-шаралар өткіздік. Және де осы іс-шараларға осы жасөспірімдерді шақырамыз. Нашақорлық. Бұл жерде нәтиже бар ма? Неге сол іс-шаралар 200-300 деп жатырсыз? Альтернативу показываем молодым ребятам, что нужно вести здоровый образ жизни. Мультипликационный эффект дейді. Мы не можем, санай алмаймыз қанша адам наркоман болмады деп, санай алмаймыз оны. Бірақ сондай іс-шараларды өткізу керек, міндетті түрде өткізу керек. Мен өзім лекцияға шығамын. Әрбір отбасыда өткізу керек. Отбасыда адам өзінен бастау керек, мемлекеттен ғана күтіп емес. Осы сөз жаны бір кішігірім екі ұсыныс бар. Біріншісі, мемлекет тарапынан ақпараттық жұмысты көбірек өткізу керек. Единый колл-центрді ашу керек. Бүкіл Қазақстан сол колл-центрге хабарласып, осындай жағдай бар, не істерін білмей жатыр деп. Екіншіден, осы мемлекет тарапынан университеттерде, мектептерде ақпараттық жұмыс жүргізу. Екіншіден, халық жағынан, жалпы халықтың өзі жағынан осы есірткі шыдамдықты нөлге түсіру керек. Толерантность дейді ғой, соны нөлге түсіру керек. Егер жақыныңыз осы наркотик қолдаса, есірткі қолдаса, немесе бір соны көрсеңіз, міндетті түрде полиция қызметкерлеріне хабарласыңыздар. Енді өзінің жақын үшін полицияға ешкім хабарласпайды. Тіпті сіздердің орталықта анонимді емдеу бар. Әртістер емделеді ғой, әншілер бар ғой. Бүгінгі күнде жасайтындар бар ғой, бірақ сіздер есімдерін айта алмайсыздар. Біздің сол айрықшылығымыз өкінішке орай мынау үкімет денсаулық сақтау саласынан жағынан мынау анонимность деген мәселе бізде мынау заңда көрсетілмеген.
бізде бірақ сол анонимность бар болғандықтан әрине оны жасыратыны жоқ, оны барлықтарымызға танымал тұлғалар бар. Танымал тұлғалар бар, сол танымал Тек әншілер емес, бар. оның ішінде барлығы бар. Әншілер бар, әртістер бар. Қазіргі мынау заманауи музыкадағы белгілі азаматтар бар. Тек өнер саласы емес, басқа да Только жоғарғы істейтіндер де бар оның ішінде, дұрыс қой. Кез келген керек болса, мынау бізде құқық қорғау органдарында істейтін адамдардың өзі емделген. Сол үшін бұл жерде еш жерге кепіл жоқ. Осы бағдарламаны пайдаланып, мен біздің азаматтарымызға, жалпы елімізге айтатын бір ұсынысым бар. Егерде біріншіден үйдегі семья мүшелеріне, жанұя мүшелеріне, соның айрықша балдарыңызға мінезіне өзгергені, кіммен араласатынына мұқият болыңыздар. Егерде сол есірткі қолдайтын, қабылдайтынын бір белгілерін көрсеңіз, одан бір жасырып, жасырмаңыз. Себебі бүгінгі шешімі бар. Бүгін бір рет, екі рет, үш рет көрген бала, тіпті жасөспірім дейік, оның қылығынан, оның мінезінен, жүріс тұрысынан бірден байқала қоймауы мүмкін. Тіпті ол адамның өзі мүмкіндігінше жасырады ғой оны. Жасырады, түзу жүреді, түзу тұрады, тіпті байқамайсың. Менің бір түсінгенім, бүгінгі бағдарламада бір түсінгенім, өзім үшін жауап берейінші. Жаңағы айтып жатырмын ғой, көрген заттарды, көрген картинкаларды, көрген нөмірлерді міндетті түрде жаңа қалдырған нөмірге хабарласу. Міндетім деп, өйткені мен өзім үшін емес, жарайды, мен балам үшін, мен балаларым үшін деп айтайыншы. Өйткені расымен де бұл өте үлкен проблемада. Мен бүгін бұл бағдарламаға келмегенше мен жай қараған бұған. Бүгін расымен де үлкен проблема. Біз жаңа айтып жатырмыз ғой, қазір карантин екі есе өсірді бұл проблеманы. Екі есе өсірді. Өйткені кез келген көршің, кез келген туысын балдары, кішкентай балдары ұялы телефонда отырады. Ұялы телефонда не бар? Ашқан кезде міндетті түрде екі жағынан жарнамалар кетеді. Көрдіңіздер ме? Ол жарнаманың біреуі сол болады да оны. Неше түрлі жарнамалар бар. Тіпті үйіңе кіріп бара жатқан кезде сіздің подъездіңіздегі жарнама қандай жарнама екенін мән беріңіз. Егер күдікті болса жұлып алып тастаңыз, бір адамның өмірін құтқарып қалуыңыз мүмкін ғой. Және барлығы отбасынан басталады. Какой ты будешь пример показывать своим детям, так они будут и дальше. Поэтому мы должны своим примером показывать, конечно. И гражданская позиция. Көп рахмет, құрметті қонақтар.